Ассалаумағалейкум құрметті достар, сіздермен видео артында отқан бұл мен Нурик және бомбыш өмір атты рубрикасының бірінші бөліміне қош келдіңіздер. Барлықтарың білетіндей, мен осының алдында ютуберлікке жол деген рубриканы бастаған болатынмын. Ол бізде 3 айда жүрген болатын, және де ол 3 айдың ішінде мен ютуберлікке жол рубрикасын да конца түсірген болатынмын. Яғни осыған дейін бізде 15 сериясы шыққан болатын. Ал ютуберлікке жол рубрикасы неліктен аяқталды десеңдер, 15 серияны көрсеңдер түсінетін боласыңдар. Бүгінгі видеоны бастамастан бұрын мен сендерге бір өтініш айтқым келіп отыр. Яғни давайте осы айдың соңына дейін мені 800 подписчикке жеткізіп тастайық. Сол кезде мен өте қуанышты болар едім, және де содан кейін барып мен активный видеолар салуды тырысатын боламын. Және де менің YouTube каналымда 8 күнде видео шықпаған болатын. Әрине сол үшін сендерден кешірім сұраймын. Енді осы бомбыш өмірінің бастап мен сендерге күн ара видеолар салып отырамын. Егер де менің каналымда 500 және 1000-нан астам активтер болатын болса, дәл солай күн ара видео салып отырамын. Ал бүгінгі видеомыз әдеттен озбай, көп созбай, тезірек бастайық. Ең алдымен мен дәл осы Каструма серверінен бастағым келіп отыр. Яғни осы 89 сервердің арасынан мен 77-ші, яғни Каструма серверін таңдаған болатынмын. Яғни дәл осы бомбыш өміріне көріп тұрғандарындай менің атым Нурик ютубер. Яғни бұрынғыдай, Таганрог серверіндегідей дәл осылай болатын болады. Біз уже барлығын жазып алдық, яғни пароліміздің бәрін қойып алдық. Мужчинаны таңдап, өзімізге керек скинді таңдап алып, сразу ойынды бастап кететін боламыз. Бізде Авновадан кейін Дляда Михайловичтің орнына Дляда Силва келген болатын. Бізге Дляда Силва заданиялар беретін болады. Оның бәрін біз әрине тез орындап тастайтын боламыз. Ең біріншісінде бізге ларектан бір зат алсын деген, содан кейін барып бізге 24-ге барып, аптечка сатып алып, және оны использовать етсін деген болатын. Мен оның бәрін сразу орындап тастаған болатынмын. Ары қарай бізге дәл осы Сталин центрға барып, өзінің машинасын боятып алған болатын бізге. Көріп тұрғандарындай уже бізде кірілді. Біз ағарай кузов таңдайтын боламыз. Цвет кузова осы жерден сразу қара цветті таңдап, оны бояп алатын боламыз. Көріп тұрғандарындай 10 000 рублиге бояп алған болатынбыз. Бізге дәл осы жерден бомжа кейс берген болатын. Оны біз сразу ревардқа кіріп ашып жіберетін боламыз. Көріп тұрғандарындай бізде дәл осы жерден 12 XP түскен болатын. Бұл бізге өте керемет. Бізде ары қарай дәл осы Азиске барып, канистра бензин сатып алсын деген, ары қарай бізге дәл осы 27-ге кіріп, ремонтный набор, сатып алсын деген болатын. В общем, ары қарай біз, өзіміз ақша табу үшін шахтаға баратын боламыз. Көріп тұрғандарындай Дляда Силва соғып, бізге, шахтаға барсын деген болатын. Біз ары қарай шахтаға барған кезімізді әрине өткізіп жіберетін боламыз. Біз уже мінеки көріп тұрғандарындай шахтаға да келіп қалған болатынбыз. Ары қарай біз өзіміздің заданияларымызды орындай беретін боламыз. Шахтаға кірдік, ары қарай біз киімімізді ауыстырып алатын боламыз. Бізде шахтадағы өзімізге керек руданы алып, және де ана тұрған меткаға апаратын боламыз. Дәл осы шахтадағы заданиямыз осымен бітетін болады. Көріп тұрғандарындай мінеки әкелдік, біздің шахтадағы жұмысымыз бітті. Біз ары қарай, Дляда Силваға баратын боламыз. Уже біз барлық заданияларды орындап тастаған болатынбыз. Әрине бұл сендерге өте ұзақ емес, қысқаша болды. Өйткені мен кейбір жерлерін кесіп тастаған болатынмын. Ары қарай біз хорошоны басамыз. Бізде ары қарай дәл осындай бір, Блэк Рашаның өзінің Авновадан кейін осындай бір видео көрсететін болған болатын. Оның бәрін мен әрине өткізіп жіберетін боламын. Өйткені видео тым ұзаққа созылып кетеді. Біз осының бәрін қарап болғаннан кейін бізге дәл осындай приздар берген болатын. Оның бәрін біз уже қазір ревардқа кіріп алатын боламыз. Бізде мінеки біз өзіміздің ойынымызға да кірдік. Сразу дәл осы жақтан, Блэк Бастың заданиялары орындалып қалыпты. Оның бәрін біз әрине алып алатын боламыз. Қазір сендерге мен өзімнің, статистикамды көрсетіп жүретін боламын. Көріп тұрғандарында 2-ші левел. Қазір біз, ревардқа кіріп 12 XP алатын болсақ, бізде уже 3-ші левел болатын болады. Мінеки көріп тұрғандарындай ревардтан 12 XP алып алған болатынбыз. Сразу қазір біз деп жазып, статистикамызды көрсететін боламыз. Өздерің көріп тұрғандарындай мен қазір Южныйдағы дәл осы одежда бірге барып, өзіме Adidas скин сатып алатын боламын. Мінеки көріп тұрғандарындай купитті басамыз. Көріп тұрғандарындай біз уже, өзімізге ең алғашқы скинімізді сатып алған болатынбыз. Мен 27-нің ішіне кіріп, дәл осы жақтан 75-0071 деген симкамды сатып алған болатынмын. Өздерің көріп тұрғандарындай мен, банковский счет ашу үшін дәл осылай Нурик миллион деп жазатын боламын. Бізде банковский счет ашылған болатын. Дляда Силваның тағы да заданиялары бар. Оның ішінде бізге дәл осы жақтан зас сатып алу керек болатын. Мен оны сразу сатып алған болатынмын. Мен фракцияға кіру үшін дәл осы жаққа барып медкарт алатын боламын. Бұның басында мен 5000 рублиге бұны заказ еткен болатын. Бірақ ол кез бізде видеоға түспей қалыпты.
Мен для Силваға қайтып келіп жатырмын, чтобы жаңағы орындаған заданияларымыз үшін өзіміздің призімізді алу үшін. Ең алдымен бізге дәл осы 10 мың рублимен 1 XP берген болатын, және де жаңағы зат сатып алғанымыз үшін бізге 20 мың рублимен 2 XP берген болатын. То есть 2 емес 3 XP берген болатын. И біз қалғандарын, осы ревардтан алып алатын боламыз. И ары қарай біз фракцияға кіру үшін, военкоматқа баратын боламыз. И мен уже военкоматқа келген болатынмын. Дәл осы жақтан Адел Кадыровтың сұрақтарына жауап беретін боламыз. И бұл жердің бәрі бізде 3 XP өтетін болады, өйткені видео тым ұзаққа созылып кететін болады. И өздерің көріп тұрғандарындай мен барлығына жауап берген болатынмын. И бізде ары қарай фракцияға барып қалған сұрақтарға жауап беретін боламыз, өйткені ары жақта біз екінші ранг алу үшін тағы да сұрақтар қоятын болады, и соның бәріне біз ответін беретін боламыз. И біз уже фракцияға да келіп қалдық. Дәл осы жерге өзіміздің машинамызды парковать етіп қоятын боламыз, чтобы дәл осы армиядан шыққан кезде, яғни заданиялардың бәрін орындаған кезде машинаны дәл осы жерден шығарып алу үшін. Дәл осы менің артымнан қайталап, фракцияға сендер де кіріп кете аласыңдар. Көріп тұрғандарындай біз ең алғашқы вопростарына жауап берген болатынбыз. Ары қарай бізде 3 XP жүретін болады. Бізде дәл осы жердің дежурныйның соңғы сұрағы қалған болатын, және де біз оған жауап берген болатынбыз. Көріп тұрғандарындай, біз ары қарай өзіміздің екінші рангымызды алатын боламыз, яғни еферитор атанған болатынбыз. И өздерің көріп тұрғандарындай, дәл осы 5 заданиялардың барлығын орындап, мен ары қарай ақша табатын боламын. Ең алдымен біз ең оңай заданияны орындап тастайтын боламыз. Көріп тұрғандарындай, бұл терезенің алдын сүрту, және де біз осы заданияның бәрін орындап тастадық. И содан кейін барып біз осы дежурныйдағы тыстарды жинау керек болатын, и оның бәрін біз жинап тастаған болатынбыз. Менің армиядағы барлық заданияларды орындаған кезім видеоға түспей қалыпты. Сонымен қатар, ана магазинге барып, дәл осы 10 жетонға 50 мың рубльді ауыстырып алған кезімде видеоға түспей қалыпты. Ол үшін әрине сендер ренжімейсіңдер деген ойдамын. Ал бізде дәл осылай бомбоз өмірінің бірінші бөлімі аяқталған болатын. Егер де сендер екінші бөлімін тез арада шыққанын қаласаңдар, осы видеоға кемінде 45 лайк жинап кетейік. Сол кезде мен екінші бөлімін тез арада салатын боламын. Ал бізде дәл осылай бүгінгі видео аяқталатын болады. Егер сендерге бүгінгі видео ұнаған болса, лайктарыңды басып, әрине арнама тіркелуді ұмытып кетпеңдер. Ал сендермен болған мен Нурик, бәріңізге пока-пока, чао.